Күнделікті кешкі асқа дайындап жүрген тағамдардан жалықтыңыз ба? Сәлем достар, бүгін біз осындай банкада пісетін тауықтың етінен жасалған көкөністер қосылған ерекше дәмді қайталанбас тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Және де жасалу жолында бар шындығымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттар: тауықтың еті, май, көкөністер, оның ішінде қызанақ, баялды, болгар бұрышы, сәбіз, картоп қажет болады. Және дәмдеуіштер қосатын боламыз. Дәлірек айтқан кезде кориандр, паприка және үгітілмеген қара бұрыш қосам, ал сіз өз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Ең алдымен осылай бүтін тауығымызды банкаға сиятындай етіп, кішкене бөлшектерге бөліп аламыз. Одан кейін тұздап, дәмдеуіштер салып, шамамен 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін көкөніске кірісетін боламыз. Көкөністерімізді де қабығын ашып, жуып, тазалап, банкаға сиятындай етіп, бөлшектерге бөліп қоятын боламыз. Көкөністеріміздің барлығын турап болдық. Оған дейін тауықтың да тұзы, дәмдеуіштері жақсылап сіңіп тұрды. Барлығын 3 литрлік банкамызге кезектеп салатын боламыз. Тауықтың етін, көкөністерді, тұзды арасында май салатын боламыз. Барлығын толтырып саламыз. Банкаңызға сыймай жатса, нығыздап салуға қорықпаңыз. Ол піскен кезінде көлемі жағынан азаяды, кішірейеді яғни.
Банкаларымызға толығымен барлығын салып болдық. Енді қақпағына келгенде кәдімгі банка жабатын қақпақтың осындай резинкасын алып тастап, жай жауып қоя салатын боламыз. Және противенге 1 стакан салқын су құятын боламыз. Шамасында 400-500 мг. Енді духовкамызға келетін болсақ, духовкамыз сап-салқын. Енді ғана астын жақтым. Менде газбен жанатын духовка осындай. Егер сіздерде электр духовкасы болса, сіздің духовкаңызға 3 литрлік банка сыймаса, 2 немесе 1 литрлік банка қолдана беруіңізге болады. Газымызды 180 градусқа қоямыз. Сіздің духовкаңызға байланысты 1,5 немесе 2 сағатқа қалдырамыз. Менің банкілерім духовкада 2 сағаттан аса уақыт тұрды. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай банкым сынған жоқ, жарылған жоқ. Сол қалпында тамағым пісті. 1 литрлік банкідегі тамағымызды ыдысымызға салып көрсететін боламын. Негізінде 1 литрлік банкідегі тамағым ұзақ уақыт тұрып қойған. Өйткені суы тартылып, құрғақ болып қалған, бірақ та дәмі басқаша, әдемі болып піскен. Көкөністері езіліп піскен, тауығы қуырылған секілді сәл қызарып піскен. Сол себептен, егер 1 литрлік банкіге тамақ жасайтын болсаңыз, шамасында 1,5 сағат қана пісіру керек. Ендігі кезекте 3 литрлік банкідегі тамағымызды ыдысқа салатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл суы шығып, мен негізі ешқандай су құймаған болатынмын. Май салғанмын. Көкөністердің өзінің суы шығып, әдемі, сондай жұмсақ, ауызда еритін, жасалу жолы өте оңай. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мен бұл жерде пияз бен лавр жапырағын салуды ұмытқан болатынмын. Оларсызда бірақ дәмі ерекше дәмді болған. Сіздер айтатын шығарсыздар, неге дәл банкаға пісіру керек, противенге немесе басқа да ыдысқа пісірсе болмай ма деп. Әрине болады, бірақ банкада піскеннің дәмі басқаша болады. Сіздер пісіріп көріңіздер бірінші. Содан кейін отзывтарыңызды, комментарияларыңызды маған жазатын боласыздар. Бұл рецепт Совет өкіметі кезінде шыққан, сонау 80-ші жылдары хит болған тағамның рецептін қазіргі уақытта сіздерге еске түсіріп, қайта рецептін салып жатырмын. Барлығыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.